Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгінгі сабағымызда біз фигураны ұстап алу әдісін өтеміз. Фигураны ұстап алу әдісі, яғни ол белгілі бір фигураға соны өзінен ұпайы аз, немесе сарбаз өзін фигураға ауыстырып алатындай сондай бір мақсат қойып, жоспар қойып, соны тұрақты түрде пландарда поэтапно дұрыстап жасайтын болсақ, біз фигураны ұстап алу әдісін атқаратын боламыз. Мысалға, мен көп созбай мысалға келтірейін. Кейбір кездерде қарсыластың белгілі бір фигурасы жалғыз өзі шабуыл жасай береді. Жалғыз өзі шабуыл жасап келеді, ал соны біз ұстап аламыз. Оны ұстап алудың әртүрлі әдістері бар. Мысалға, защита каракан деген ойын бар. Патшаның алдында сарбазды 2 рет жүреміз, уәзірдің қасындағы пілдің алдындағы сарбазды 1 рет жүреді. Бұл каракан қорғанысы. Сарбазды 2 рет жүреміз, уәзірдің алдындағы сарбазды 2 рет алдыға жүрді. Сол кезде сарбазды жейтін нұсқасы бар, немесе оны қорғайтын нұсқасы бар. Бізде бұл жерде өткізіп жібереміз. Яғни орталық алаңды ашпаймыз. Жабық позицияны ұстанамыз. Сол кезде егер бұл сарбазды ашатын болса, алдыға жүретін болса, ақ пілдің жолы жабылып қалады. Сондықтан теория бойынша бұлар ақ пілді алдыға шығарады. Қаралар ақтарда шеттегі аштағы сарбазды алдыға 2 рет жүреді. Енді осы кезде бұл сарбазды алдыға қарай жүріп, келесі пілге жол ашып, мына жақтан жойғын шабуылдар жасайын десе, мысалға, атты келеді, былай келеді, ортадағы Д4-тегі сарбазға шабуыл жасайын десе, міне, осы жерде қаралар қателік жасады. Неге? Бірденен ол мынаның алдын жаппау керек еді, пілдің жолын жаппау керек еді. Ол енді пілге мына жақтан терезе, артқа қарай қашатын терезе ашу керек еді. Себебі ақтардың мына шеттегі сарбаз алдыға 2 рет жүргендіктен ол ақтар тұзақ құрып жатыр. Мына қаралардың ақтағы жүретін пілін ұстау үшін. Енді ол артқа қашатын жолының біреуі жабылды, екіншісі жабылды. Мына сарбазбен шабуыл жасаймыз. Қайда қашады? Артқа қашты дейік. Біздің жаңағы аштағы сарбаз оған дайын тұр, оған тағы шабуыл жасайды. Қайда қашады? Артқа жүре алмайды, мұнда келеді. Бұл кезде тағы да мына сарбаз жүреміз. Бұл қайда жүреді енді? Бұны жейін десе, мынау тұр. Уәзірде күзет тұр. Мұнда жүрейін десе, бұл жерден бір емес, 2 фигура, бір сарбаз күзет тұр. Сарбаз дейін десе, уәзір тұр. Амалсыздан енді бұл фигура сарбазға өзін айырбастайды, немесе амалсыз бұл жерден өзінің басқа бір шабуылдарын ұйымдастыруы мүмкін, басқа бір әдістерді қолданып көруге тырысады барынша. Ал енді бұдан кейінгі біз екінші бір мысалға көрейік. Тағы бір мысал көрейік. Көбісі итальян партиясын ойнап атады. Мысалға дейік. Патшаның алдына сарбаздар жүреді, атты жүреді. Сарбаз жүрсе, қаралар пілді жүреді. Жақсы. Бұл жерде ақтар орталыққа сарбаз жүреді, қаралар екінші пілдің жолын ашады. Жақсы. Ақтар бұлай жүреді, уже дайындап атыр просто. Олар мынаны байлау әдісіне әкелсе, бұны егер қорғаудың қажет жоқ, егер жесе, уәзірменен жеп барады, оған асықпайды. Жаңағы ақтағы пілге мына аштағы сарбазбенен дайындаған ұстап алу үшін, ал қарадағы пілді ұстап алу үшін не істеді? Адағы сарбазды алдыға жүріп дайындады. Енді ары қарай Д4 қайда қашады? Артқа қашса, мынамен ұстап алды. Міне піл енді қайда қашады? Қайда барса да мына қатарынан тұрған сарбаздар және мына сарбазды патша қорғап тұр. Сарбазға фигура ол тең емес. Әрине фигураның аты ол фигура. Кез келген жағдайда фигура жеңіске жетіп кетіп жатады. Енді тағы бір мысалға келеміз дейтін болсақ,
Қандай мысал бар? Енді біз көбінесе уәзірді ұстайтын мысалдарды қарастырайық. Уәзірді, мысалы, Скандинав қорғанысы дейік. Патшаның алдында сарбазды 2 рет жүрдік. Қаралар уәзірдің алдында сарбаз жүрді. Бұл Скандинав қорғанысы. Енді бұл сарбазды жеген кезде ол уәзірменен жек келеді. Теория бойынша темппенен жүріс ұту үшін атты шығарамыз, уәзірге шабуыл жасап, тағы да біз уәзірін жүруге мәжбүрлейміз. Бұл кезде уәзірді жүрудің негізгі теориялары бар. Ол бірі D6-ға болса, көбінесе ойнайтын A5 ойнап атады. Енді A5-ке барған кезде біз орталыққа әтелеп сарбазды жүреміз. Енді сосын ары қарай атты жүрсе, біз пілді жүреміз. Сосын ары қарай мұнда пілді жүруі мүмкін, мысалға, пілді мұнда деген сияқты жүруі мүмкін, келді. Немесе сарбазды жүреді. Біз мысалға шах бердік дейік. Атпенен жапты. Так, уже длинный, ұзын жаққа рокировка жасайын деп жатыр. Міне, осы моментті пайдаланып, біз мына атты мұнда тастасақ болды. Ақтардың уәзірін ұстап аламыз. Қалай дейсіздер ме? Бұған сіздер шанышқы әдісінде осыған қарсы есепті шығарған боласыздар. Егер осы тактика курсына қатысқан болсаңыздар, бұл жерде уәзір қайда барайын десе де ұсталып тұр. Артқа жүре алмайды, пілі бар. Мұнда жүре алмайды, ат бар. Мұнда жүре алмайды, мұнда жүре алмайды, пілі бар. Мұнда жүре алмайды, пілі бар. Мұнда жүре алмайды, сарбаз бар. Сарбаз жеңдесе тура бар. Енді мұна пілді жесен не болады дейтін болса, онда шанышқы әдісін біз жақсы білеміз. Атпенен мұнда шах береді тураға және уәзірге. Патша қашты, біз уәзірді жеп алдық. Міне. Орысшада бұны ловля фигуры дейді. Фигураны ұстап алу. Яғни осы тәсілдерді жақсылап меңгерсеңіздер, онда болады. Мен мысалға 4-ші разряд сондай балаларға уәзірді алып тастап ойнайым. Осы әдісті көбірек қолданып, оларды қайтадан фигурларды теңестіріп, сонымен ұтып кетіп жатам. Кейбір мықты ойыншылар болса, ол мүмкіндікті пайдаланбай, енді әрине уәзір деген оны пайдаланады. Мен уәзірмен тураны алып тастаймын да, сонымен ары қарай ойнаймын, оларға қызық болсын деп. Сонда менің қолданатын бір тәсілім бар, оны сіздерге қазір көрсетейін. Біріншіден пілді шығарамын. Ең әлсіз жерге бұл мына тураларды ұтып алу үшін, сосын ары қарай ол мысалға мына сарбаз жүрді, атты жүрді, атты жүрдім. Мысалға ол пілді жүрді дейік. Енді кейбір кездерде мысалға болады, мына жер жей алмайтын мүмкіндік болады. Немесе ол рокировка жасаған кез болады. Немесе сіздер тағы бір атты жүрген болып қалуларыңыз мүмкін. Ол рокировка жасап қалды дейік. Бұл кезде бізде ұстау әдісі пайда болып тұр да, фигураны ұстап алу. Яғни мынаны жеп барған кезде болды, мына тураны біз ұстап алдық. Ол ешқайда қаша алмайды енді. Сондықтан ол тураны құтқара алмайды. Егер бұл уәзірмен жеймін онда мына жақта піл оны күзетіп тұр. Бізде осы ең әлсіз екі нүкте бар шахматта. F7, S7 алаңына ат пенен пілді бір-біріне қорғайтын етіп шабуыл жасайтын болса, бұл жерде көбінесе уәзірді ұтып алады, немесе шанышқы әдісін қолданып бір фигура ұтып алуы мүмкін. Көбінесе. Енді бұл ловля фигура ұтып алу, ұстап алу әдісін толыққанды меңгеру үшін арнайы есептер дайындадық. Сол есептерді шығару барысында толыққанды түсінетін боласыздар. Ал енді құрметті достар, келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.